Сөйтсе қазіргі таңда немен айналысып жатсыз? Қазіргі таңда спорттық карьерамды аяқтап, осы дзюдо саласында еңбек етіп бастайын деп жатырмын. Очень приятно. Рады видеть вновь человека, у которого есть собственный бассейн, между прочим. Единственный человек в Казахстане. Пожалуйста. Чем занимаетесь сейчас? Чем порадуете телезрителей? Ну, продолжаем тренироваться. Готовимся сейчас, конечно, у нас такой предновогодний период. Немного сбавили в нагрузке. Но следующий год предолимпийский, поэтому готовимся, работаем. Все нацелено туда. Как думаете, сможет ли наш Баландин обновить рекорд Фелпса? Ну, обновить рекорд в количестве медалей, наверное, пока нет, если быть честным. Но свой личный рекорд, надеюсь, обновлю. И мы тоже надеемся и верим, Дим. Удачи вам. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Удачно. Хорошего вечера. Жалпы қатты таныстырудың қажет жоқ деймін. Барлығына танымал, барлығы таниды. Серік Сапиев, құрметті достар. Сәке, қалай жеттіңіз? Қалай? Көңіл күй қалай? Бәрі жақсы. Өте жақсы іс-шара. Өте қуанып жүрміз. Осы іс-шарада болуына. Рахмет. Сәке, байқап отырсаңыз, мына бүгінгі іс-шара Оскар стилінде, Оскар премиясының стилінде жасалып жатыр. Мынандай сұрақ. Егер сіз Голливуд актері болсаңыз, қай актер болар едіңіз? Мысалы, өзіңізді кіммен балай аласыз? Мен ойымша драма актері. Драма актері. Қай актер жобалап? Өзіңіз кімге ұқсатасыз? Білмеймін, айта алмаймын. Леонардо Ди Каприо? Ваши аплодисменты, дорогие друзья, дорогие телезрители, можете сидеть перед экранами и аплодировать от души. Действительно, настоящие звезды казахстанского спорта сегодня на этом замечательном мероприятии. В каком настроении пребываете? Вообще шикарно, все здорово, прям эмоции переполняют, как на азиатских играх также. Главное достижение этого года? Азиатские игры. Азиатские игры, отлично. Мы только что провели беседу, интервью, так скажем, можно сказать и беседу с Русланом Курбановым. Мы задали ему вопрос и хотим задать тот же самый вопрос вам. Совпадут ли ответы или нет? Да. Атос, Патос, Арамис и Д'Артаньян. С кем из них вы бы ассоциировали себя? Д'Артаньян. Походу все. Мне кажется, в команде будет конфликт. Но Руслан, тем не менее, сказал тоже, что он Д'Артаньян. Да. На любой в точку Д'Артаньян. То есть Д'Артаньян и 3 Д'Артаньяна, да? Да. В вашей версии. Қошеметтеріңіз, Дмитрий вам, Александрин, бүгін бізбен Хорошего бірге. вечера. Удачи вам! Дорогие друзья, с нами двукратный чемпион азиатских игр, не побоюсь этого слова, лучший велогонщик страны Алексей Луценко. Хош келдіңіз. Как настроение? Настроение супер. Я думаю, вечер еще будет, поднимет очень высокое настроение, поэтому я ожидаю. В ударе? Естественно. Ну, я думаю, сегодня, если... Ну, то есть у нас сегодня очень много номинаций. Лучший спортсмен, лучшая команда, лучшая спортсменка. Мне кажется, если была бы номинация «Самый стильный спортсмен», ее бы выиграл Алексей. Спасибо. Замечательный лук, замечательно выглядите. Ну, надеюсь, сегодня будет такая номинация «Самый стильный спортсмен года». Что ж, какие планы на предстоящий год? Буквально сегодня уже в ночь я еду на сбор с командой, поэтому у меня очень такой маленький период. Я сегодня ночью приехал к вам. Конечно, спасибо за приглашение. Я очень с удовольствием принял это предложение и сегодня уже уезжаю на сбор, готовиться на будущий год. Будущий год тоже очень для меня важен, потому что это предолимпийский год, поэтому нужно максимум завоевать очков и лицензию. Поэтому я уже начал свою работу. Отлично. Спасибо вам. Самое главное, не опоздайте сегодня на рейс. Сборы — это очень важно. И самое главное, запомните, отсюда на такси всего лишь 2000 тенге. Максимум, больше не давайте. Не надо на велосипеде туда-сюда ездить, на морозе таком. Такси, все. Удачи. Спасибо. Хорошего вечера вам. Успехов.
Құрметті достар, бізбен бірге Еркебұлан Шыналиев. Қалайсыз, Ереке, тезка, менің аттасым, көңіл күй қалай? Бүгінгі кеште не күтесіз? Мынандай кеште әрине бүгін өте бір сондай бір Астана қаласында бір үлкен осы спорттық үлкен іс-шара өтіп жатыр. Әрине бүгінгі кеште настроениеміз, көңіл күйіміз деген керемет. Тамаша, тамаша. Қазіргі таңда немен айналысып жүрсіз, Ереке? Қазір енді спорттан алшақтап кеткен жоқпыз. Спорттың төңірегіндеміз. Қазір өзім Шымкалада, Шымкент қаласында, сол жерде спорт школда орынбасар болып істеп жатырмын. Кішкентай болашақ чемпиондар дайындап отырмын. Ендеше, Ереке, сіздің қолыңыздан ертең болашақта керемет әлем чемпиондары, олимпиада чемпиондары түлеп шығады деген сенеміз, және де оны тілейміз. Олимпиаданың күміс жүлдегері, керемет біздің досымыз, даңқты боксшы Әділбек Ниязымбетов. Қош келдіңіз. Әдеке, мынандай сұрақ, жалпы біздің іс-шара Оскар түрінде өтіп жатыр. Сіз егер киноактер болсаңыз, өзіңізді қандай актермен теңестіретін едіңіз? Енді әлемдегі ең үлкен, ең күшті, мысалы жаңағында айтады, Бред Питт сияқты мысалы, сондай актерлермен теңестірер едім. О, Бред Питт дейді. Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар. Ұлттық спорттық жүлде марапатына қош келіпсіздер. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на ежегодной национальной спортивной премии. Бүгінгі салтанатты шара 2018 жылдың қорытындысы. Биылғы жыл Қазақстан спорты үшін жетістікке толы жыл болды десек қателеспейміз. Біздің спортшыларымыз халықаралық жарыстарда топ жарып, біраз жүлде иеленген еді. Этот год действительно выдался примечательным для олимпийского спорта. Сразу 3 крупнейших комплексных мероприятия выдались на 2018 год. Зимние Олимпийские игры в Южной Корее, летние Азиатские игры в Индонезии и летние юношеские Олимпийские игры в Аргентине, где наши спортсмены не раз радовали казахстанцев своими успехами. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы по традиции подводим итоги спортивного года. И вспоминая обо всех достижениях и успехах наших атлетов, мы не можем не сказать об еще одном событии, которым навсегда отметился 2018.
Маэстро Ринат Гайсин және Елена Родионова. Құрметті достар, қошеметтеріңізді аямаңыздар. Елдің чемпионы ел жүрегінде мәңгілікке қалмақ. Десек те, құрметті достар, жаңа ғана өз өнерін көрсеткен Елена Родионова. Ресейлік мәнерлеп сырғанаушы, жас өспірімдер арасындағы 2 дүркін әлем чемпионы Денис и друзья мұзды шоуының қатысушысы. Қошеметтеп қояйық. Композиция посвящения Денису, талантливого казахстанского композитора Рината Гайсина. Если попытаться хоть немного выразить словами то, что передал в музыке композитор, то это будет признание гения, нашего уникального Дениса Тен. Его свет, бесчисленное количество талантов и бесценное наследие, которое станет примером будущим поколениям отечественных спортсменов, казахстанцев, детей и взрослых. И, безусловно, в этом году все победы казахстанских спортсменов, их достижения на мировых аренах, рекорды и медали были посвящены нашему Денису. Национальная спортивная премия – это чествование чемпионов и возможность поблагодарить их за то, что наш флаг поднимается на мировых площадках. Этот год стал важным и для казахстанского спорта особенно. Изменения в законодательстве о спорте позволили по-настоящему объединить олимпийскую семью, усилить роль национальных федераций и Национального олимпийского комитета Казахстана. Дорогие друзья, за 2 недели народного голосования было принято, представляете, 450 тысяч голосов. Кстати, среди которых есть и мой. Да, ну что ж, дорогие друзья, самое время перейти к первой номинации. Внимание на экран. Қысқы спорт түрлері бойынша үздік спортшы номинациясы. Юлия Галышева, фристайл могул. Оңтүстік Кореяда өткен қысқы Олимпиада ойындарының қола жүлдегері. Элизабет Тұрсынбаева, мәнерлеп сырғанау. 2018 жылы өткен халықаралық турнирлердің жүлдегері. Галина Вишневская, биатлон. 2018 жылғы жазғы әлем чемпионатының 2 дүркін қола жүлдегері.
Ну что ж, дорогие друзья, мы не случайно начинаем именно с зимы, поскольку 2018 год – год Белой Олимпиады. Это, как известно, самое значимое событие для спортсмена. Қысқы спорт түрлерінен үздік спортшы номинациясының жеңімпазына жүлдені Оңтүстік Кореяның Қазақстандағы елшісі Ким Десик және шаңғы спортынан Олимпиада ойындарының 2 дүркін жүлдегері Гаранин Иван Иванович табыстайды. Қошеметтеріңізбен сахна төріне шақырамыз. Спасибо за проведение Олимпиады. С радостью и волнением я назову победителей. Юлия Галушева. Юлия Галушева! Лучший спортсмен 2018 года. Ну что ж, дорогие друзья, в связи со стартом зимнего сезона наша команда по фристайл-могулу находится в финской Руке. И мы, конечно, желаем им всем удачного старта. А премию получает генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта Оскар Валиев. Қошеметтеріңіз, достар. Бүгінгі кештің алғашқы жүлдесі. Ендеше, құрметті достар, Рукада жүрген біздің отандастарымызға сәттілік тілей отыра, дәл қазір, құрметті достар, айта кететін нәрсе, дауыс беру кеше түнде аяқталған болатын. Біз жеңімпаз болған спортшымызбен хабарласып, арнайы бейне жазба жазып алған болатынбыз. Сонымен, құрметті достар, экранға назар аударайық. Алғашқы номинацияның жеңімпазы. Ардақты достар, маған дауыс беруге барша халыққа алғысымды білдіргім келеді. Ұлттық олимпиадалық комитетке осы мейрам үшін үлкен рахмет. Жаль, что я не могу сейчас находиться с вами в этот прекрасный вечер, так как через несколько дней у нас начнется первый этап Кубка мира, и мы не могли его пропустить. Но я хочу вам пожелать сегодня бомбического вечера. Переходим к следующей номинации. Қысқы спорт түрлері бойынша үздік жаттықтырушы номинациясы. Лучший тренинг по зимним видам. Үздік жаттықтырушы номинациясы. Елена Круглыхина, фристайл-могулдан Қазақстан құрама командасының бас жаттықтырушысы. Құралай Ұзырова, мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан құрама командасының бас бапкері. Сергей Старыгин, шайбалы хоккейден Қазақстанның жастар құрама командасының бас жаттықтырушысы. Қошеметтеп қойық. Қошеметтеріңіз, құрметті достар. Құрметті достар, жүлдені табыстау үшін ортаға 2018 жылы еліміздің үздік ұстаз атанған Тердікбай Күшай және бүгінгі кешіміздің ең жас қонақтарының бірі шайбалы хоккейден Барыс 2008 командасының капитаны, болашағынан көп үміт күттіретін жас дарындардың бірі Әділхан Саттарды шақырамыз. Әділхан Саттар, ортамызда мінеки жас бүлдіршін спортсменіміз. Және Тердікбай Күшай ағамыз. Қошеметтеріңіз, достар. Тердікбай аға, бір ауыз сөз біздің қонақтарымызға, спортшыларымызға. Кеш жарық қадірменді ханымдар мен мырзалар. Бүгінгі мынау салтанатты кешке ұстаздар тарапынан қатысып отырғаныма қуаныштымын. Сондықтан да ұстаз тұрғысынан айтарым, осында табыс жетістікке жетіп отырған, елімізді әлемге танытып отырған ардақты ол қыздарымыздың алғашқы жолын ашқан, осылар тәрбиелеген ұстаздары, соның ішінде мектептің спорт мұғалімдер екеніне барлығымыз күмән келтіре алмаймыз.
Сондықтан да мен сіздерді тәрбиелеген алғашқы ұстаздарыңыздың атынан, сіздердің ең жақын демеушілеріңіз боп, сіздердің табыстарыңызға басқадан көбірек қуанып отыратын ұстаздарыңыздың атынан қызу құттықтау жолдап, ары қарай ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді. Қазір тағы да міне жаттықтырушыны номинациясын табыс етуге тағы да маған бұйырып жатыр екен. Сондықтан жаттықтырушыларымыздың еңбегі арта берсін. Спортшыларымыз әлемге елімізді танытып, еліміздің, азаматтарымыздың сенімінен, елбасының сенімінен шыға береді дегенге сенімді екенімді білдірейін. Ендеше қадірмен достар, келесі номинациядағы жеңімпазды анықтау үшін конверт Әділхан бауырымызға ұсынылады. Елена Круглыхина. Қошеметтеріңіз. Қайда, ортамыз ба? Ортамызда ма? Қадірмен достар, өкінішке орай біз жаңаған айтқан болатынбыз. Негізінде бұл спортсмендеріміз қазіргі таңда жарыста, сондықтан тағы да бір рет сахна төріне Асқар Уалиев шақырылады, құрметті достар. Құрметті достар, сахна төрінде жеңіл салмақта ән айтудан әлем чемпионы Али Окапов жеңімпаз әнімен қарсы алыңыздар. Али Окапов жеңімпаз. Бойда қайрат күш-жігерің болса, сенің болса, жер бетінде алынбас қамалың жоқ. Бойда қайрат күш-жігерің қалса, сенің қалса, жетелейтін жеңеске амалың көп. Сондықтан сен жалындаған жас шағыңда, бұл өмірден тек жасқанба. Өз қолыңмен жолыңды сал болашағыңа, ұмтыла бер биікке аспанға. Жеңілмеймін, берілмеймін, қанша қиын болса да, соңғы демім қалса да. Жеңілмеймін, берілмеймін, сені сонда да келешегімде сен жеңімпаз бұл өмірде. Көңіл сайрап көзің жайнап тұрса, ойнап тұрса, қалғаны тек бір өзіңнің қолыңда. Шайқалмайтын ер мінезің болса, бәрін жатса, өзгелердің заңына сен бағынба. Сондықтан сен жалындаған жас шағыңда, бұл өмірден тек жасқанба. Өз қолыңмен жолыңды сал болашағыңа, ұмтыла бер биікке аспанға. Жеңілмеймін, берілмеймін, қанша қиын болса да, соңғы демім қалса да. Жеңілмеймін, берілмеймін, сені сонда да келешегімде сен жеңімпаз бұл өмірде. Жеңілмеймін, берілмеймін, қанша қиын болса да, соңғы демім қалса да. Жеңілмеймін, берілмеймін, сені сонда да келешегімде сен жеңімпаз бұл өмірде. Сондықтан сен жалындаған жас шағыңда, бұл өмірден тек жасқанба. Өз қолыңмен жолыңды сал болашағыңа, ұмтыла бер биікке аспанға. Жеңілмеймін, берілмеймін, қанша қиын болса да, соңғы демім қалса да. Жеңілмеймін, берілмеймін, сені сонда да келешегімде сен жеңімпаз бұл өмірде. Жеңілмеймін, берілмеймін, қанша қиын болса да, соңғы демім қалса да. Жеңілмеймін,
шегінде сен жеңімпаз болар өмірде жеңілмеймін мен берілмеймін мен жеңілмеймін ойға қарап күш керек болса сен болса қанша қиын болса да соңға демін алса ойға қарап күш керек қалса сен қалса кейін шегінде жеңімпаз болар өмірде Али Укапов, қошеметтеріңіз! Қазақстанда спортқа мемлекет тарапынан қолдау жасалуда. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей қолдауының арқасында отандық спорттың дамуына жан-жақты жағдай жасалған. Мемлекет басшысы биылғы Қазақстан халқына жолдауында өңірлерде бұқаралық спорттың қолжетімділігін арттыруды, кем дегенде 100 дене шынықтыру сауықтыру кешендерін салуды тапсырған еді. Дорогие друзья, хотелось бы сказать, что НОК Казахстана также вносит свою лепту в развитие массового спорта в нашей стране. На сегодняшний день Национальный олимпийский комитет Казахстана покрыл специализированными площадками для занятий стрит-воркаут все области Казахстана. По всей стране построено порядка 80 спортивных площадок, благодаря чему Казахстан вошел в тройку стран с наибольшими темпами роста популярности стрит-воркаут. Спортты дамытуда өңірлік дене шынықтыру және спорт басқармаларының еңбегін атап өтуге болады. Олай болса, үздік спорттық өңір номинациясына көшейік. Үздік спорттық өңір номинациясы. Бұл номинацияға 14 облыс пен Астана, Алматы және Шымкент қалаларының спорт және дене шынықтыру басқармалары ұсынылған. Сонымен қадірмен достар, үздік спорттық өңірге жүлдені Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы және ұлттық спорттық жүлденің серіктесі Хилтон Астана отелінің басқарушысы Стефан Рейтер табыстайды. Ендеше қадірмен достар, қадірлі қонақтарымызды қошеметпен қарсы алайық. Лучший регион Шымкент қаласы. Қошеметтеріңіз, достар! Казалось бы, в Астане сидим, но аплодируют все. Қошеметтеріңіз, достар! Ең спорттық өңір Шымкент қаласы. Бір-екі ауыз сөзіңіз сурет кетсек. Жеңімпаздың атынан өзіңіздің эмоцияңызды айтып жіберсеңіз, сезіміңізді. Құрметті кешке жиналған қауым, бүгін өте керемет кеш өтіп жатыр. Жалпы осы кешті ұйымдастырып, жалпы осы сайысты ұйымдастырған Қазақстан Республикасының ұлттық олимпиада комитетіне, Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігіне үлкен алғысымды білдірем. Бұл жалғыз біздің спорт басқармасының жеңісі емес, бүткіл Шымкент қаласының тұрғындарының жеңісі деп ойлаймын. Құтты болсын. Қошеметтеріңіз. Құттықтаймыз, достар, ең үздік өңір. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем. Вы знаете, аббревиатура НОК. Все вы ее знаете. Давайте выведем ее на экран. НОК. Как расшифровывается? Ну, Марат, это все знают. Национальный олимпийский комитет. Ну, дорогие друзья, казалось бы, всего лишь 3 буквы, но за этой аббревиатурой стоит столько смыслов, дорогие друзья. Так что давайте попробуем прямо сейчас заново расшифровать эту вот замечательную аббревиатуру. Казалось бы, просто Национальный олимпийский комитет. А мне кажется, НОК это «Надо обрадовать Казахстан». Ну, в таком случае НОК. Ну, очень круто! А? Или «Нанурсын озамыз күшімізбен».
Ну или патриотично. Нур-Отан, Казахстан. А? Или наши от души катаются. Ну или бір-екі спортсмендерімізге қарап, няшки, очаровашки, крутяшки деп қойсақ. Да, можно и так. А можно сказать, нужна Олимпиада Казахстану. Болашақта. Немесе нельзя олимпийцам курить. Или нужно озолотить коллекцию. Ну и, наконец, самое, я думаю, подходящее. Дорогие друзья, и самая главная расшифровка. Национальный олимпийский комитет. НОК. Наша обалденная команда. Ваши аплодисменты, друзья! Ендеше, құрметті достар, келесі номинацияға көшсек. Да, изменения произошли не только в работе Олимпийского комитета, но и во всем олимпийском движении Казахстана. В первую очередь усилена роль федерации. За этот год налажен не только новый формат работы, но и уже видны плоды совместной дружной работы. И это только начало нового этапа развития национального олимпийского движения. Ал енді қазақстандықтар қай федерацияға көбірек дауыс берген екен? Соны білейік. Олимпиадалық спорт түрлері бойынша үздік федерация номинациясы. Қазақстандық велосипед спорты федерациясы. Президенті Дархан Қалетаев. Семсерлесуден ұлттық федерация. Президенті Мирбулат Абуов. Қазақстандық теннис федерациясы. Президенті Болат Өтемұратов. Қазақстанның карате федерациясының одағы. Президенті Евгений Пак. Дзюдо федерациясы. Президенті Қайрат Қожамжаров. Сонымен, құрметті достар, бұл номинацияда жүлдені табыстау үшін сахнаға еліміздің танымал тұлғасы, Мәскеу Олимпиадасының күміс жүлдегері Серік Керімбекұлы Қонақбаевты шақырамыз. Қошеметтеріңізбен, достар, еліміздің ең даңқты спортшыларының бірі Серік Керімбекұлы ортамызда. Серік аға, бір-екі ауыз сөзіңіз. Добрый вечер, уважаемые участники этого прекрасного вечера. Сегодня для меня большая честь сегодня присутствовать на таком значимом мероприятии, где мы подводим итоги успехов наших спортсменов. Поэтому разрешите мне сейчас огласить лучшую федерацию. Лучшая национальная спортивная федерация по олимпийским видам спорта – это Қазақстан Республикасы ұлттық семлесу федерациясы. Ұлттық семсерлесу федерациясы. Давайте поаплодируем победителям, дорогие друзья.
Браво, друзья, қошеметтеріңіз. Құрметті достар, ендеше кешіміз жалғасады, келесі номинациямызға көшсек. Жылдың үздік командасы номинациясы. Для этой номинации один, как говорится, в поле не воин. Сплоченность, взаимопонимание и взаимовыручка – главные составляющие успеха наших команд. И запомните, в слове «команда» нет буквы «Я». Лучшая команда года. Жылдың үздік командасы номинациясы. Судобынан ерлер командасы. 2018 жылғы Азия ойындарының жеңімпазы. К4 байдарка мен есу командасы. Индонезиядағы Азия ойындарының чемпионы. Регбиден әйелдер командасы. Индонезияда өткен Азия ойындарының қола жүлдегерлері. Суда жүзуден эстафеталық команда. Индонезиядағы Азия ойындарының қола жүлдегері. Көркем гимнастика командасы. Индонезияда өткен Азия ойындарының чемпионы. Ендеше жүлдені кешіміздің серіктесі Петролиум компаниясының директорының бірінші орынбасары Тимур Жумартұлы Қарабаев және жеңіл атлетикадан Сидней Олимпиадасының чемпионы, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Ольга Васильевна Шишигина табыстайды. Водное поло! Водное поло, друзья! Команда года! Қошеметтеріңіз достар, қаны. Су полосы. Спорт әлемінде команда ұғымының мәні тереңде. Еркебұлан, кез келген жеңіс спортшылардың, жаттықтырушылардың, техникалық және медициналық қызметкерлердің бірлескен жұмысының нәтижесі. Сондай-ақ әрқашан қолдау көрсетіп, әр жеңісіне қуанатын жанкүйерлер де бар. Осы жылы өздерінің спорттық мансабында алға қадам жасап, биік шыңдарды бағындырып, жанкүйерлердің назарына іліккен спортшыларымыз жыл жаңалығы номинациясына ұсынылды. Жыл жаңалығы номинациясы. Нұрбек Оралбай, бокс. Жастар арасындағы Азия чемпионатының күміс жүлдегері. Жастар арасындағы әлем чемпионатының жеңімпазы. Гузалия Ғафурова, карате. 2018 жылы Индонезияда өткен Азия ойындарының жеңімпазы. Глеб Брусенский және Евгений Федоров, велоспорт. Аргентинада биыл өткен жасөспірімдер арасындағы Олимпиада ойындарының чемпионы. Нариман Курбанов, спорттық гимнастика. 2018 жылғы әлем кубогы кезеңінің жеңімпазы. Шайбалы хоккейден Қазақстанның жастар командасы 8 жылдан кейін әлем чемпионатының элиталық дивизионына шығып отыр. Ну что ж, дорогие друзья, и наши гости, которых мы приглашаем вручать национальные спортивные премии, тоже являются лучшими из лучших. Для объявления победителя в номинации «Прорыв года» приглашаем победителя Олимпиады, но уже по физике, ученика 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления города Алматы, который поставил рекорд, набрав максимально возможные баллы по международным экзаменам ACT и SAT Subject Test. Давайте поаплодируем. В данный момент он готовится к поступлению в университет Лиги Плюща. Также является победителем Азиатской олимпиады по физике.
призер Международной научной олимпиады, самый настоящий вундеркинд Акназар Қажымұрат. Және жүзу спортынан Қазақстаннан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы, ел мақтанышы және өзіміздің спорт вундеркинді Дмитрий Баландин жыл жаңалығы номинациясын жеңімпазын хабарлап бермек. Қос чемпионымыз сахнада. Қошеметтеп жүрек, құрметті достар. Настоящие чемпионы, настоящие олимпийцы. Дмитрий, зачитайте победителя. Акназар, вручите приз. Итак, победителем в номинации «Прорыв года» становятся Глеб Брусенский и Евгений Федоров, велоспорт. Глеб Гусинский, Евгений Федоров, қошеметтеріңіз. Давайте памятное фото все вместе. Да, спортсмены внесли огромный вклад в формирование международного имиджа страны. Это наши настоящие звезды. И нынешняя премия стала выражением всенародной признательности олимпийцами. Ендеше құрметті достар, бүгін қонақтар қатарында да, сахна төрінде де тек қана үздіктер, тек қана чемпиондар. Құрметті достар, арнайы чемпиондар үшін халықаралық Turkvision сайысының былайша айтқанда чемпионы, сұлу да сымбатты Жанар Дугалова. Қарсы алыңыздар. Айта берсін, не деседі, айта берсін жұрт. Сен өзіңді алдайсың, арманға жете алмайсың дейді олар. Шын бақытта жалғайсың, жұлдыз болып жанбайсың. Шыңдарға шыға алмайсың, сындарға шыдамайсың дейді олар. Бұл әлем өзгермейді, қолыңнан түк келмейді дейді олар. Талпынсаң да сен мейлі, тағдыр жеңіс бермейді дейді. Сен мұндайсың, сондайсың, ең бірінші болмайсың дейді олар. Өзің досы жолда жүрегіңе сұра, басқадан сұрама, сүріндің бі жыда, деп төбедің мама, кетір өтіп бұлда, үміттің жырағы қолыңда. Айта берсін жұрт, айта берсін, не десе де айта берсін жұрт. Сенімен санаспайды, ештеңе жараспайды дейді олар. Сөз қылады тынбайды, көрмедік мұндайды. Жанталасып қоймайды, өзің кімді бұлайды дейді олар. Өзі кім өзі? Қолдаспағарыңе аңдаталы әлі белес болар. Жасқан башы жасыма, бақыт осы басыма келіп қонар. Баса бер, барлық қиын күндер таңғалар. Не болды саған, мұңаюдың жоқ себебі. Не болды саған, өмір ұзақ жол, жоғалтып алма, өзің досы жолда, жүрегіңе сұра, басқадан сұрама, сүріндің бі жыда, деп төбедің мама, кетір өтіп бұлда, үміттің жырағы қолыңда. Айта берсін жұрт, айта берсін, жұрт. Не десе де айта берсін жұрт. Сен өзіңді алдайсың, арманға жете алмайсың дейді олар. Не болды саған, мейлі
Рахмет. Жанар Дугалова ортамызда. Қошеметтеріңіз. Браво! Құрметті достар, тәуелсіздік жылдары Қазақстан спортының дамуына үлес қосқан азаматтардың қатары баршылық. Сондықтан да ел спортының әсіресе олимпиадалық спорт түрлерінің дамуына ықпал етіп, елеулі үлес қосқандарға арнайы наградалар табысталмақ. Мы просим вашего внимания к церемонии вручения специальных наград Олимпийского комитета Казахстана за особый вклад в развитие отечественного спорта. Для вручения наград на сцену приглашается вице-президент НОК по летним видам спорта Жақсыбеков Адильбек Рыскельдинович. Қошеметтеріңізбен. Ну что ж, Адильбек Рыскельдинович, это особые награды за особый вклад в развитие отечественного спорта. Прежде чем мы наградим номинантов, пару слов в адрес наших олимпийцев, спортсменов. Ну, во-первых, я хочу поздравить всех сидящих здесь за столом, тех, кто имеет прямое отношение к спорту, к организации спорта. Я думаю, сегодня состоялся великолепный праздник. Сегодня на исполкоме мы подвели итоги года, и на ассамблее, я думаю, что деятельность Национального олимпийского комитета с каждым годом наращивает свою эффективность. Принят ряд законов, которые помогут им в этом. И Министерство спорта, Национальный олимпийский комитет. Вот эта работа все равно не останется без следа. Я думаю, все те медали, которые будут завоеваны на Олимпийских играх, они у нас еще впереди, их будет много. И то, что само участие в Олимпийских играх, само завоевание лицензии – это настоящий подвиг любого спортсмена. И к этому государство все делает. Именно эту задачу ставит перед нами президент нашей страны, который поддерживает спорт, который занимается олимпийским движением, и Казахстан является достойным членом олимпийского движения. Поздравляю вас всех, желаю удачи. И те, кто сегодня получил эту медаль, это те люди, которые, конечно, наиболее, наверное, больший вклад внесли в развитие олимпийского движения. Спасибо вам всем, доброй удачи и хороших достижений в спорте. Қошеметтеріңіз достар, ендеше марапаттау рәсіміне көшейік. Ну что ж, дорогие друзья, за значительный вклад в развитие олимпийского движения в Республике Казахстан орденом Национального олимпийского комитета страны награждается Омаркулов Аскар Алирахимович. Сонымен қатар, елімізде олимпиадалық қозғалысты дамытуға елеулі үлес қосқаны үшін Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиадалық комитетінің орденімен Тышанов Амалбек Қозбағұлы марапатталады. Амалбек аға. Бір-екі ауыз сөз. Қадірлі спорт жанкүйерлері, спортты ұйымдастырушы, бүгінгі кешке қатысып отырған Қазақстанның майталман азаматтары, бүгін үлкен спорт мерекесі болып жатыр. Мен осы Қазақстан спортының сол бұрынғы кеңестер уақытысында айналысқан жастардың бірімін. Ал енді осы бүгінгідей ұйымдастыру, бүгінгідей біздің
осы қазақ елін, біздің тәуелсіз елімізді әлемге танытып жүрген жастарға осындай құрмет көрсету тек қана бүгін тәуелсіз еліміз болған кезде ғана мүмкіндік болып отыр. Бұл өте қуанышты. Осының бәрі де біздің елбасының осы спортқа деген, осы елдің әрбір жақсы бағытына беріп жатқан бағасының бірі. Сондықтан да осыны ұйымдастырып отырған біздің Мәдениет және спорт министрлігіне, Олимпиада комитетіне шын көңілден алғыс айтқым келеді. Біздің жастарға үлкен табыс тілейміз. Шын мәнісінде қазір мотивация деген үлкен бір ұғым бар ғой. Сол шын мәнісінде қазір үлкен өзінің орнын алып отыр. Себебі бүгінгі кеш біздің осы спортпен айналысып жүрген жастар үшін олардың осыған үлкен ынтасын туғызып, ертең олардың да осындай әлемге, Қазақстанға осындай үлкен бір медальдар, жүлделер алып келуге ынтығатынына ешқандай күмән жоқ. Сондықтан барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Еліміз аман болсын, мына келатқан жаңа жыл құтты болсын. 19 жыл бұдан да жоғары жетістіктерге жете берейік. Рахмет ағайын. Ендеше, құрметті достар, награда иелеріне қошеметтерімізді білдіріп қояйық. Қадірмен достар, еліміздің елеулі азаматтары, ел ағалары ортамызда. Қошеметтеріңіз. Ну что ж, Адильбек Раскельдинович, просим задержаться вас для вручения еще одной награды. У нас есть еще одна награда. Как вы знаете, на официальном сайте Национального олимпийского комитета Казахстана шло голосование по 9 номинациям. Но есть еще специальная 10-я премия «Достояние казахстанского спорта». В этом году специальная премия вручается родителям нашего всенародного чемпиона, бронзового призера Олимпийских игр, двукратного призера чемпионатов мира по фигурному катанию Дениса Тен. Друзья, давайте поприветствуем родителей Дениса, Оксану Алексеевну и Юрия Александровича. Құрметті достар, қошеметтерімізбен біздің қадірлі қонақтарымызды ортамызға шақырайық. Достояние казахстанского спорта. Ендеше сахнада Қазақстанның жас жұлдыздарының бірі, елімізді өз өнерімен халықаралық аренада танытып жүрген орындаушы. Жақында ғана ол да байқауға қатысып, бүкіл ел болып оған дауыс берген едік. Биылғы Евровидение байқауында халықтық дауыс беру бойынша 3-ші орын алған Данелия Тулешева алдарыңызда. Қарсы алыңыздар, Данелия Тулешева. Удары бокалов неизвестны быстро шли ко дну. В шумных местах искали тех, с кем полюбим тишину. Думала, искать буду вечность, думала, искать буду вечность, так и произошло. Кто, где, а я нашла здесь. Кто-то мост зажег, кто-то вечер, кто-то грязный, кто-то безупречен. Где-то разрыв, где-то встреча, кто-то минута, ну а ты вечность, вы вечность. Здесь время так быстро отечно, вы вечность. В голове моей может маять, но это же к добру. Ведь кто не старается, тот знает, как паршиво быть одному. Думала, искать буду вечность, думала, искать буду вечность, так и произошло. Кто, где, а я нашла здесь. Кто-то мост зажег, кто-то вечер, кто-то грязный, кто-то безупречен. Где-то разрыв, где-то встреча,
Нашим наречу, но нет, не переспорят. Вы вечность. Жаңа ғана ән салған жас әншіміз Данелия Тулешова өз өнерімен тек қазақстандықтарды ғана емес бүкіл әлемді тәнті етіп жүрсе, келесі номинацияға ұсынылған жас спортшыларымыз халықаралық ареналарда ел намысын абыроймен қорғап жүр. Ну что ж, как говорится, дорогу молодым. Наша следующая номинация – лучший молодой спортсмен. Үздік жас спортшы номинациясы. Бегарыс Садуақас, дзюдо. 2018 жылғы жасөспірімдердің жазғы Олимпиада ойындарының чемпионы, әрі қола жүлдегері. Диас Бахрадин, байдарка мен каноэ есу спорты. 2018 жылы Буэнос-Айресте өткен жасөспірімдердің жазғы Олимпиада ойындарының жеңімпазы. Айбек Оралбай, бокс. 2018 жылғы жастар арасындағы Азия чемпионы, жастар арасындағы әлем чемпионатының күміс жүлдегері, жасөспірімдердің жазғы Олимпиада ойындарының чемпионы. Алина Әділханова, көркем гимнастика. 2018 жылы Индонезияда өткен Азия ойындарының 2 дүркін жеңімпазы. Әділбек Мусин, суда жүзу. 2018 жылы Индонезияда болған Азия ойындарының 2 дүркін қола жүлдегері. Ну что ж, дорогие друзья, для вручения премии на сцену приглашается единственный и самый юный композитор из независимого Казахстана, чьи творения вошли в копилку Всемирного фонда исполняемых произведений для фортепиано с оркестром дискографии Университета Южного Иллинойса, где собраны шедевры мировой классики от Баха, Гайдна, Моцарта до современных классиков. Он в 13 лет стал студентом, а в 17 лет магистрантом, 18 лет, представляете, защитил магистерскую диссертацию. Дорогие друзья, с огромной честью разрешите представить. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиадалық комитеті спортшылар комиссиясының төрағасы Серік Сапиев шақырамыз. Сахна төрінде тек қана үздіктер байқасаңыздар. Барлық сферадағы үздіктер. Құрметті спорт қауым, шақырылған қонақтар, біріншіден келе жатқан тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын баршаңызды. Екіншіден, осындай спорт іс-шаралар, мерекелер көп болсын, барлық жеңімпаздарды құттықтаймын. Үздік жас спортшы Бегарыс Садуақас. Бегарыс Садуақас, үздік жас спортшы номинациясының жеңімпазы. Естелікке сурет. Және де Бегарыс бір-екі ауыз сөз болса сізден. Бегарыс мырза, эмоцияларыңыз, сезімдеріңіз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қолдау көрсетіп атқан дарыңызға рахмет. Осында отырған ағаларымыздың жолын берсін. Жеңісті күндер алда. Рахмет барыңызға. Қошеметтеріңіз, достар.
Номинация жеңімпазына шапалақтарыңыз. Қанеке, құрмет достар, қолдап қойық. Қолдап қойық біздің құрмет жеңімпаздарымызға. достар. Келесі номинациямызға көшейік. Жазғы спорт түрлері бойынша үздік жаттықтырушы номинациясы. Ғалымбек Кенжебаев, бокстан жастар құрама командасының аға жаттықтырушысы. Алексей Песцов, семсерлесуден Қазақстан құрама командасының бас жаттықтырушысы. Александр Шведов, судобынан Қазақстан құрама командасының бас жаттықтырушысы. Әлия Юсупова, көркем гимнастикадан Қазақстан құрама командасының бас жаттықтырушысы. Вадим Горбачевский, велоспорттан Қазақстанның жасөспірімдер құрама командасының аға жаттықтырушысы. Айдар Қайырбаев, дзюдошы Ерлан Серікжановтың жеке бапкері. Бауыржан Нұрмаханов, палуан Нұрислам Санаевтың жеке жаттықтырушысы. Вручить награду мы просим председателя комиссии НОК Казахстана по делам женщин в спорте, президента Казахстанской федерации гимнастики Умут Болатхановна Шаяхметова. Және де сахна төріне велоспорттан Лондон Олимпиадасының чемпионы Александр Винокуров мырза шақырылады. Во-первых, я хочу сказать, что для меня сегодня здесь огромная честь стоять на этой сцене и вручать такую награду. Мне кажется, вот эта инициатива нашего Национального олимпийского комитета, это у нас проводится уже второй год, вот такое награждение наших спортсменов, наших героев. Я считаю, вот сегодня все, кто в этом зале сидят, это наше достояние. Потому что вы своим ежедневным трудом, большими перегрузками, физическими, нервными, доказываете и завоевываете свои медали, и доказываете, что Казахстан сегодня на спортивной арене уже ярко заявлен, мы уже признаемся, мы реально сильная держава в спорте. И я вот хочу перед всеми, перед вами поклониться и выразить свое огромное восхищение вашими достижениями и сказать, что мы гордимся вами. Алга Казахстан! А сейчас я хочу вручить эту премию Алие Юсуповой. Добрый вечер. Прежде всего, я бы хотела поблагодарить нашего президента Нурсултана Абишевича Назарбаева за его колоссальную поддержку спорту. А также хотелось бы выразить огромную благодарность, конечно же, прежде всего, с моим родителям, которые всегда меня поддерживали, когда я была спортсменкой, и поддерживают сейчас, когда я уже являюсь главным тренером. Спасибо Национальному олимпийскому комитету за такой праздник. Вы поддерживаете не только спортсменов, но и тренеров. Это приятно. Спасибо большое всем, кто голосовал. Мне приятно даже находиться среди номинантов, среди таких мэтров, которые добиваются таких высоких достижений для нашей страны. Спасибо большое.
Құрметті достар, биыл қазақстандық спортшылар 4 жылда бір келетін жазғы Азия ойындарына қатысып, 76 медаль жеңіп алды. Сонымен қатар біздің спортшыларымыз әлем чемпионаттарында бақтарын сынап, 10 жүлдені иеленген болатын. Келесі біздің номинациямыз жазғы спорт түрлері бойынша үздік спортшы. Жазғы спорт түрлері бойынша үздік спортшы номинациясы. Дмитрий Алексанин, семсерлесу. 2018 жылы Индонезияда өткен Азия ойындарының жеңімпазы. Қытайда болған әлем чемпионатының 6-шы орын иегері. Азия чемпионатының күміс жүлдегері. Алексей Луценко, велоспорт. Индонезияда өткен жазғы Азия ойындарының 2 дүркін жеңімпазы. 2018 жылдың Азияның ең үздік велоспортшысы. Ольга Рыпакова, жеңіл атлетика. 2018 жылы Индонезияда өткен Азия ойындарының жеңімпазы. Нұрислам Санаев, еркін күрес. Будапештте өткен әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Ерлан Серікжанов, дзюдо. Бакуде өткен әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Айдос Сұлтанғали, грек-рим күресі. Будапештте өткен әлем чемпионатының қола жүлдегері. Мейіржан Шермаханбет, грек-рим күресі. Будапештте өткен әлем чемпионатының қола жүлдегері. Все достижения наших атлетов, я думаю, заслуживают ваших аплодисментов. Дорогие друзья, давайте хорошенько поблагодарим, поздравим аплодисментами номинантов. Ну что ж, каждая победа спортсмена – это гордость всего народа. И самое главное, чтобы народ вовремя получал эту информацию, важно, чтобы народ получал эту информацию, ценную информацию. Поэтому важную роль играют наши журналисты, которым мы все вместе сейчас тоже со спортсменами поаплодируем. Давайте поаплодируем журналистам. А чтобы лучшего спортсмена по летним видам спорта наш народ узнал сразу же, мы приглашаем для вручения этой номинации министра информации и коммуникации Республики Казахстан Дәурен Абаева. Сонымен қатар сахнаға спорт ардагері, жеңіл атлетикадан КСРО-ның бірнеше дүркін чемпионы, Европа чемпионы Әмин Тұяқов атамыз шақырамыз. Қанеке ағамызға қолдау, қошемет көрсетіп қояйық. Талай жарыстарда, талайды шаңында қалдырып кеткен ағамыз, атамыз. Құрметті ханымдар мен мырзалар, қадірменді қауым, ағайын, аса мәртебелі спортшылар, чемпиондар, бүгінгі ұлттық спорт жүлдегерлерінің спортсмендерді, бәрілеріңізді шын жүректен құттықтаймын. Вы знаете, я хотел один маленький тренд, который происходит в Казахстане, ну, не маленький, такой большой, серьезный тренд. Это благодаря политике главы государства, благодаря тому, что в нашей стране поддерживается спорт, спортсмены сейчас являются национальными героями и кумирами. Я хотел бы пожелать всем спортсменам, чтобы вы достигали новых побед, новых достижений и всегда оставались национальными героями нашей страны. Спасибо. Жазғы спорт түрлері бойынша үздік спортшы Дмитрий Алексанин. Қошеметтеріңіз, семсерлесуден үздіктер қатарында Дмитрий Алексанин.
Құрметті спортшан көрілері. Мен спорт ардагерлерінің атынан осында спортта үлкен жұмыс жасаған азаматтарды, келешекте нәтижелерге жеткізетін спортшыларды үлкен нәтижелерге жетіп, Қазақстанды қуанта берсін деп айтар едім. Рахмет. Қошеметтеріңіз. Рахмет. Вот и раздали мы все награды Национальной спортивной премии года. Вы, все члены олимпийской команды Казахстана, являетесь для нас чемпионами. Еще раз хотелось бы выразить благодарность нашим спортсменам за их труд и тренерам за их опыт и мудрость. Бүгінгі жүлделерді иеленген жеңімпаздарды және жүлдегерлерді шын жүректен құттықтаймыз. Спортшыларымызға жарқын жеңістер тілейміз. Только все вместе, в единстве мы сможем воплощать самые смелые мечты и ставить новые рекорды. Тек қана алға, спортшылар. Тек қана алға, Қазақстан. Сонымен, құрметті достар, бүгінгі кешіміздің соңында Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиадалық комитетінің гимні. Қарсы алыңыздар. Мүмкіндіктер қолында барда, намысын туған жеріңнің қолдан беріп алма, арманына сені аңсаған. Жеңімпаз бол, қиын болса да, жолы қаралда.
Құрметті қонақтар, жылды қорытындылайтын ұлттық спорттық жүлде кешіне ат салысқандарыңыз үшін мың алғыс. Жыл аяқталғанымен спортшыларымыздың жарыстары әлі алда.